Өңірімізде ашық бюджеттердің интерактивті картасы жобасы іске асырылып жатыр. Осыған байланысты облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі брифинг өткізді. Жүйе кез келген әлеуметтік нысанды қаржыландыру туралы ақпаратқа онлайн қол жеткізуге мүмкіндік береді. Басты мақсат кәсіпкерлік саласындағы проблемалық мәселелерді талқылау. Осыған орай ашық бюджеттердің интерактивті картасы әркім үшін түсінікті етіп жасалған көрінеді. Сондай-ақ бұрын бөлінген қаражат және жүргізілетін жұмыстардың техникалық сипаты, аяқталу мерзімі туралы ақпаратқа қол жеткізу қиын болса, енді бұның бәрі осы картада көрсетілген. Бұл жобада көзделген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою болып табылады. Мемлекет тарапынан бөлінген қаражаттарды бақылай отырып, халықпен кері байланыс орнату басты мақсат. Сондай-ақ халыққа онлайн түрде қызмет бере аламыз. Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесі ұйымдар бюджетін бөлінуіне тұрақты негізде мониторинг жүргізіп отырады. Бүгінде Теміртау қаласының нөмірі 4-ші емханасында күдікті сатып алулар анықталған көрінеді. Ағымдағы жылғы Теміртау қаласындағы 4-ші емхананың бөлінген бюджеті 2 миллиардтан астам теңгені құрайды. Сондай-ақ біз қаржыландыру жоспарын қарадық. Кейбір тауарлар мен қызметтерді сатып алу қызығушылық тудырды. Себебі 600 мыңға жуық теңгеге 2 теледидар сатып алынған. Базардан бір данасын 150 мың теңгеден сатып алуға болар еді. Бұдан бөлек бухгалтерлік кеңес сатып алынған. Аталмыш ұйымда бұл сала бойынша 8 маман жұмыс істейді. Сонымен қатар карантин кезінде санитар дәрігердің қаулысын ескермей түрлі семинарлар өткізген. Бүгінгі күні департамент 51 кәсіпорынмен 1,5 триллион теңгеден астам инвестициялау үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қолдау туралы келісім жасады. Бұл шаралар парақорлықты жоққа шығарып қана қоймай, сонымен бірге аймақта қолайлы инвестициялық ахуал қалыптастырады. Айта кетейік, өңірімізде антикор орталығы жанынан азаматтық бақылау қоғамдық қабылдау ашылды. Айнұр Шалғынбай, Данил Тарасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.